Сәлем достар. Google'ға егов деп жазамыз. Жазғаннан кейін еговты таңдаймыз. Электронное правительство Республика Казахстан дегенді басамыз. Еговтың беті шығады. Еговтың өзін таңдаймыз. ЭЦП дейді. Выберите сертификат. Өзімізге керекті ЭЦП-ның сертификатын таңдаймыз. Онда бізде екеуі болады. АУЦ және РСА деген. Міне екеуі тұрады. Ең біріншісін таңдаңыздар. Открыть. АУЦ таңдадық, иә. Паролімізді жазамыз. Открыть, подписать дейміз. Еговтағы өзіміздің бетімізге көшеміз. Мынау біздің аты жөніміз жазылған беті. Енді осының ішінде трудоустройство и занятость деген таңдаймыз. Мына жерде бірнеше бізге информациялар берілген. Показать все дегенді басып, барын шығарып алуға болады. Осы жерде информация о социальных отчислениях обязательного социального страхования дегенді таңдаймыз. Заказать услугу онлайн. Басқаннан кейін бізде осындай бет шығады. Енді осы жерде мұқият болайық. Бізге керекті жыл мен керекті айды таңдаймыз. Біз 2 жылды есептейміз. Сол себептен мына 23 деп тұра берсін. Ал жоғарғысын біз 22 емес, 2021 деп өзгертеміз. Соңғы 2 жылды. Так, бізде клиент сентябрь деп ұсынса, сентябрь айының 1-ін таңдайық. Отправить запрос дейміз. Подписать, используя электронную дегенді таңдаймыз. Содан кейін мына жерде подписать деп қайтадан носитель информации таңдаймыз. Так, ЭЦП-міз сұрап тұр. ЭЦП-ны тереміз. Бірақ мана басында кірген кезде біз АУЦ-пен кірдік қой. Бұл жерде РСА-ны таңдаймыз, яғни екіншісін. Қазір сіздерге көрсетемін. Так, міне көрдіңіздер ме, РСА-ны таңдадым. Паролімізді енгіземіз. Окей, открыть, подписать. Так, бізге қажетті соңғы 2 жылдағы отчислениялардың барлығы керек. Осындай бет шығады. Обновить статус деп баса береміз, себебі бірден информация шықпайды. Кейде 1 күн тұрып қалу мүмкін, кейде 15 минут, кейде 5 минут, кейде 1 минуттың ішінде бізге информацияны береді. Міне көрдіңіздер ме, уже шығып тұр. Орысша, қазақша кез келгенін таңдаймыз. Үстін басаңыздар, документ шығады. Міне біздің документ шықты. Мына жерде жасырып тұрған бөлікте кім бізге отчисление жіберді, иіндері барлығы жазылып тұрады. Сол себептен мен ол жерде жасырдым. Енді ең соңында период тұр, көрдіңіздер ме? Одан кейін сумма. Мысалға, мына жылы, мына айда осындай отчисление болған, осындай теңге аударылған деп тұр. Но соңғы 2 жылдағы барлық отчислениялар. Яғни бізге түскен социальный отчислениялар. Кімнен, қайдан түскендерін барлығын осы жерден қарап алуымызға болады. Мысалы, мынау 2450 теңге жұмыстан түскен. Үстіндегі 17150 теңге ол ИП-дан түскен. ИП-да өздеріңіздің аты жөндеріңіз, иіндеріңіз тұрады, егер өздеріңіз аударсаңыздар. Так, үстінде скачать дегенді басамыз и сақтай қоямыз, сохранить. Өзімізге керекті отчисление барлығын сақтап алдық. Немесе печатьті басуға болады, сохранить деуге де болады. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.